2-де 6-шы есеп. Мұнда бірінші x-іміз 0-ге тең, ал y-іміз -2-ге тең. Барлығын белгілеп аламыз. 4-те 2-ге тең, 5-те 3-ге тең, 6-та 4-ге тең ары қарай белгілей бересіздер. В тең болады бізде 2-ге, ал k тең болады 1-ге. Сонда бұның функцияның формуласы y тең x плюс 2 болады. Келесі екіншісінде x-іміз -2-ге, y-іміз -1-ге тең. x-іміз -1-ге, y-іміз -0,5-ге, 0-де 0, 1-де 0,5, 2-де 1, 3-де 1,5, 4-де 2. Сызып аламыз үстерінен. Мұнда v тең болады 0-ге, ал k тең болады 2-ден 1 бөлінген 1, сонда тең болады екен 2-ден 1-ге. Бұл функцияның формуласы y тең 0 жазылмайды да 0,5 x болады. Келесі үшіншісі. X-іміз -4-ге, y-іміз 9-ға тең. X-іміз -3-ге, y-іміз 2-ге тең. X-іміз -2 болса, y-іміз -3-ге тең болады екен. X-іміз -1 болғанда, y-іміз -6 болады екен. X-іміз 0 болса, y-іміз -7. X1 болса, y -6. X-іміз 2 болғанда, y-іміз -3 болады екен. Онда менде сызған кезде қисық кетті. Өздеріңіз әдемілеп, дұрыстап сызып аласыздар. Онда бізде n тең болып тұр -7-ге, ал m тең болып тұр 0-ге. Демек, бұның формуласы бізде x -0-дің квадраты қосылған -7 болады. Ашып жазсақ, y тең болады x квадрат -7-ге. Келесі төртіншісі. Нөл болғанда 1, 1 болғанда 2 болады. 2 болғанда 5, ал 3 болғанда 10. Онда парабола. N нүктесі тең болады 1-ге, ал m тең болады 0-ге. Мұнда демек формулаға салсақ, y-іміз тең болады x квадрат плюс 1-ге.